Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге ұзындық өлшем бірліктерін түрлендірудің оңай тәсілдерін көрсететін боламын. Ол үшін алдыменен біз ұзындық өлшем бірліктерін реттілігіменен үлкеннен кішісіне қарай жазып алайық. Енді түрлендіруді бастаймыз. Километрді метрге айналдыру үшін балалар, біз сол санды, яғни түрлендіретін санымызды мыңға көбейтеміз. Не үшін десеңіздер, балалар, 1 километрде 1000 метр бар. Демек, километрді метрге айналдыру үшін біз мыңға көбейтеміз. Және жақсылап естеріңде сақтап қалыңдар, балалар. Үлкен өлшемділіктен кішісіне қарай түрлендіретін кезде біз көбейту амалын қолданамыз. Яғни метр дециметрге айналдыратын болсақ, 10-ға көбейтеміз. Дециметр сантиметрге айналдыратын болсақ, және 10-ға көбейтеміз. Сантиметрді миллиметрге айналдыратын болсақ та, біз сол санды, яғни түрлендіретін санды 10-ға көбейтеді екенбіз. Өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Енді керісінше балалар, метрден километрге айналдыратын кезде, яғни кіші өлшем бірліктен өзінен үлкен өлшем бірлікке түрлендіретін кезде, балалар, біз керісінше бөлу амалын қолданады екенбіз. Яғни сол түрлендіретін санымызды 1000-ға бөлеміз. Ал дециметрден метрге айналатын кезде, түрленетін кезде біз, яғни сол санды 10-ға бөлеміз. Ал сантиметрден дециметрге айналдыратын кезде, балалар, біз сол санды 10-ға бөледі екенбіз. Миллиметрді сантиметрге айналдыратын кезде де біз 10-ға бөледі екенбіз, балалар. Енді бірнеше мысалдар қарастырайық, балалар. 4 километрде 4000 метр бар. Өйткені 1 километрде 1000 метр бар. 4 километрді табу үшін біз, балалар, 4-ке 1000-ды көбейтеміз. Яғни 4000 метрге тең болады екен. Енді келесі мысал, балалар. 50.000 метрде 50 километр бар екен. Біз қалай таптық деп ойлайсыңдар, балалар? Яғни біз қазіргі түрлендіру тізбегіне сүйеніп, оп-оңай табуға болады. Яғни жаңағы айтқанымдай, түсіндіргенімдей, метрден километрге, яғни өзінен үлкен өлшем бірлікке түрленетін кезде, метрден километрге біз бөлу амалын қолданамыз. Бірақ нешеге бөлеміз? Соны біз жақсы білуіміз керек. Яғни өлшем бірлігін жақсы білуіміз керек. 1 километрде 1000 метр болғаны үшін, метрден километрге бар жатырған түрленетін кезде 1000-ға бөледі екенбіз. Яғни 50.000-ды 1000-ға бөледі екенбіз. Енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Біз не үшін бөлу амалын қолданамыз? Не үшін көбейту амалын емес? Өйткені 1 километрде 1000 метр болғандықтан 50.000-ның ішінде неше 1000-дық бар екенін тауып анықтап алуымыз керек. Өйткені әрбір 1000-дық ол 1 километрге тең. Яғни әрбір 1000 метр 1 километрге тең болғандықтан 50.000-ның ішінде неше 1000-дық бар екенін анықтап алуымыз керек, балалар. Келесі мысал. 15 сантиметрде 150 миллиметр бар екен. 15-ті 10-ға көбейттіге, балалар, өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Демек, 15 сантиметріміз 150 миллиметрге тең болды. Арғарай келесі мысал, балалар. 24.000 миллиметрде 2400 сантиметр бар екен. Яғни, миллиметрден сантиметрге қарап түрленеді. Яғни, тізбегімізге қарап назар аударып отырыңдар, балалар. Әр мысалды келтірген кезде, балалар, осы мысалменен тізбекті сәйкестендіріп отырыңдар. Яғни 24.000 миллиметрде 2400 сантиметр бар екен. Яғни 1 сантиметрде 10 миллиметр болғандықтан, миллиметрден сантиметрге түрленетін кезде біз 24.000-ды 10-ға бөледі екенбіз. Демек, бөлгіш 10-ға қалай бөлеміз? Яғни 10-да бөлгіште 1 нөл болғандықтан, бөлгіштегі 1 нөл қысқарып кетті. Демек, 2400-ге тең болды. Арғарай келесі мысал, балалар. 570 метрде 57.000 сантиметр бар екен.
яғни 1 метрде 100 сантиметр. Ал түрлендіру тізбегіне мұқият назар аударатын болсақ, балалар, метрден дециметрге дейін 10 дециметр бар, дециметрден сантиметрге дейін 10 сантиметр бар екен, балалар. 10-ға 10-ды көбейтетін болсақ, 100, демек 1 метрде 100 сантиметр. Метрді сантиметрге түрлендіретін кезде, балалар, 570-ті біз 100-ге көбейтеді екенбіз. Демек, 100-ге біз қалай көбейтеміз, алдыңғы видеоларда балалар байқаған болсаңдар, егер көрген болсаңдар, оқушыларымның тізбек өлшем бірліктерін түрлендіруін және осы нөлдермен жұмыс жасағанын жақсы түсіндіріп берген болатын, балалар. Демек, 570-ті 100-ге көбейту үшін бірінші 570-ті бірінші 1-ге көбейтіп аламыз. Санды 1-ге көбейтетін болсақ, санның өзі шығады. Демек, 570-ті 1-ге көбейтетін болсақ, балалар, 570. 100-дегі 2 нөлді соңынан кеп тіркейміз. Демек, 57.000 сантиметрге тең болады екен 570 метріміз. Ары қарай келесі мысалымыз 90.000 сантиметрде, балалар, 900 метр бар екен. Қалай анықтадық, балалар, қалай ойлайсыңдар? Кішкене тізбекке, түрлендіру тізбегіне көз жүгіртіп, есептеп отырыңдар, менімен ілесіп, немесе видеоны тоқтатып, яғни паузаға қойып, өздерің кішкене есептеп, мен қалай тапқанымда өздеріңде бір әрекет жасап көрсеңдер болады, балалар. Сонда өздерің естеріңде жақсы сақталады. Яғни 90.000 сантиметрде 900 метр бар екен. Біз қалай анықтадық? Сантиметрден метрге жатқан кезде, түрлендіретін кезде бөлу амалын қолданамыз. Яғни өзінен үлкен өлшем бірлікке айналдыратын кезде бөлу амалын қолданамыз, балалар. Демек, бөлгіште 2 нөл болғандықтан, бөлінгіштегі 2 нөлді қысқарады. Демек, 900 метрге тең болады екен, балалар. Ары қарай келесі мысал. 17 километр 8 метрде, балалар. 17.008 метр бар екен. Қалай дейсіңіздер ғой? Бірінші километрді метрге айналдырып аламыз, балалар. 17 километрде қанша метр барын анықтау үшін, балалар, 17-ге 1000-ды көбейтеді екенбіз, түрлендіру тізбегімізге қарасақ. Өйткені 1 километрде 1000 метр бар. Егер де біз 17-ні 1000-ға көбейтетін болсақ, және 17-ні 1000-ға көбейтіп, және 8-ді қосады екенбіз, балалар. Демек, 17 километр 8 метрде 17.008 метр бар екен, балалар. Келесі мысал 14.356 метрде 14 километр 356 метр бар екен. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Неге 14 километр 356 метр? Неге 1 километр 4356 метр емес, немесе 143 километр 56 метр емес? Қалай ойлайсыңдар, балалар? 1 километрде 1000 метр болғандықтан, балалар, өзінен үлкен өлшем бірлікке айналдыратын кезде, яғни бөлу амалын қолданамыз дедім, Демек, 14356-ны 1000-ға бөлетін болсақ, бөлгіштегі 3 нөліміз болғандықтан, яғни бөлінгіштегі 3 санымыз қалдық болады. Демек, мәні 14, қалдығымыз 356.